короче, әйел мен күйеу ұйықтап жатады ғой. Сөйтіп әйел деп шошып оянады ғой. Бай қорқып кеткен. Не болды дейді ғой. Жаным, қорқып кеттім, жаман түс көрдім, ужас көрдім деп айтады. Енді айтсайшы, қандай түс? Жалғыз өзім таудың үстінде кетіп баратырмын. Артыма қарайым, қасқырлар жүгіріп келатыр. Уақыт өткен сайын артыма қарап қоям, қасқырлар көбейіп жатыр. Мен қашып келатырмын, уже жардың қасына жеттім. Аяғым шалым ұстап, жаңағы құздан құлап кетемін ғой деп айтады дейді да. Құлап бара жатып бір тал ұстап қалдым деп айтады дейді. Жерді қарасам, жер 500 метр құласаң өлесің. Осы жерде шошып ояндым деп айтады. Көрдің ба, жүрегім әлі дүрсілдеп тұр, жаным дейді екен де, жаңа әйел айтып жатқан ғой. Сөйтсе бай тұрып, енді түс қой, енді болады енді. Енді ана талды жіберсеші, енді ауырып кетті ғой. Короче, бір үйге келін түседі ғой. Сөйтіп комнатасында жатады ғой жаңағы келін, күйеуін күтіп. Жалаңаш төсегінде. Ойламаған жерден енесі кіріп келеді ғой жаңағы. Ей, келін, не жатсың да жалаңаш? Ей, ұялмайсың ба? Мынау киім қайда дейді ғой. Сөйтсе ана сөз тапқан қолға жоқ, саспай келін бүйтіп айтады ғой жаңа енесінде. Апа, бұл махаббат көйлегі, сіз дұрыссыңыз дейді ғой. Дейді. Махаббат көйлегі. Келесі күні жаңағы енесі да апасы өзінің комнатасында жатады жаңағы. Атамызды күтіп. Сөйтіп жаңа комната кіріп баса жаңағы апа жатыр дейді. Жалаңаш. Ата тұрып, ей, мынау не десе? Бұл махаббат көйлегі деген ғой. Хотя бы ана көйлегіңді үтіктеп алсайшы деп айтады.